Балалар, сендер жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Олай болса, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Садақша мойын иілтіп, көрген жанды сүйсінтіп, жердегі құстың серкесі, көктегі құстың еркесі. Аққу ертім. Дұрыс айтасыңдар, аққу екен. Ал ары қарай қашаудай мықты тұмсығы, бәсекеге тіген бұлшыным. Құр қоңыз аулап жарысам, орман дәрігері болып табылам дейді. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші кім екен ол? Аққу екен. Ал екіншісі тоқылдақ екен. Ал балалар, осы неге аққуды құстың еркесі дейді? Әдемі құс. Дұрыс айтасыңдар. Ол қандай болады екен? Ақ болады. Дұрыс айтасыңдар. Ал неге тоқылдақты орман дәрігері дейді? Өйткені ағашқа құрттан қояды. Неден қорғайды? Құрттардан. Дұрыс айтасыңдар. Құрттардан қорғайды екен. Олай болса балалар, мен сендерге орман дәрігері деген ертегі айтып берейін. Балалар, ерте заманда ел далада балалар ағаш өмір сүріпті. Ол ағаш 20 жасқа келіпті, жап-жас болыпты. 30 жасқа келіпті. Міне 30 жасында бұғанасы бекітіпті. 40 жасқа келгенде кемеріне келіпті де, 50 жасқа келгенде балалар қартая бастады. Бұтақтары сынып, әр жерінен тесіліп, әргі тесіктерге балалар құрттар түсіп, құрттар көбейе беріпті. Сөйтіп бір күні ағаш құрттар жей бастағаннан кейін зарлай береді екен. Зарлап ол құрт жеп жатқан жерлерін, сырқырап, зырлап жатқан жерлеріне еміздеп қайтеді екен, зарлай береді екен. Сөйтіп балалар бір күні ақ көгершін ағашты көріп ағашқа айтыпты: сіздің ауруыңыз жаман екен. Сіздің ауруыңыздың емделетінін білем. Бірақ мен бұған қандай дәрігер тапсам екен деп балалар ақ көгершін ұшып кетіпті. Ақ көгершін ұшып келе жатса, алдынан сауысқан шығыпты. Сауысқан шығыпты. Ақ көгершін сауысқаннан көмек сұрап, ағаштың түнімен зарлайтын айтады. Амал қанша, сауысқан не дейді? Менің көмектесетін уақытым жоқ деп кетіп қалған екен. Көгершін сөйтіп отырғанда кімді, нені тапты деп ойлайсыңдар? Тоқылдақ. Дұрыс айтасыңдар, тоқылдақты табады. Сөйтіп тоқылдақты тауып балалар. Тоқылдақты тауып, міне құрт жеп, оны тоқылдақты тапқаннан кейін балалар тоқылдақ не істейді екен? Ағаштың құрттарының бәрін жеп, ағаш қайтеді екен, жап-жасыл болып, бұрынғыдай жайқалып өседі екен балалар. Біз балалар, ауамыз таза болу үшін біз не істеуіміз керек екен? Ағаш егуіміз керек екен, су құяды екенбіз, тағы не істеуіміз керек екен? Көк шөптерді, гүлдерді не істеуіміз керек екен? Жумауымыз керек екен, су құйып баптауымыз керек екен, балалар, солай ма? Иә. Ал балалар, терек қандай ауруға шалдықты? Терек, ағаш. Тоқылдақ. Қандай ауруға шалдықты, ол не істеді? Дұрыс айтады. Құрттар денесін қайтты, жеп қойды, иә? Ал терекке, ағашқа кім көмектесті? Тоқылдақ. Оның ең бірінші зарлап жылағанын кім естіді, не естіді? Дұрыс, ақ көгершін естіді, е бала. Ал көмектеспей қойған не? Сауысқанның не істеді? Қолы тимеді, е? Содан кейін ол ұшып кете берді. Ал сол кезде қандай құс келді? Тоқылдақ деген құс келді. Ендеше балалар, бір тұрып бойымызды сергітіп алайық.
Тамаша, отыра қойыңдар. Балалар, мына жерде балалар, бізге құстар белгіленген керек. Бұл жерде кім маған дала құстарын келем. Қалғанымыз мұқият тыңдап отырамыз. Ар жаққа тұр, көрсете ғой. Қандай құс деп ойлайсыздар, балалар? Қандай құс екен? Аққу. Тамаша. Тағы кім келеді? Келем. Бәріміз ойнаймыз, е? Көрсете ғой. Тоқылдақ. Дұрыс айтады. Тағы кім келеді? Келем. Көрсете ғой. Қандай құсты біледі екеміз? Ар жақ шетінен көрсете ғой. Қандай құсты көрсетеміз? Көрсете ғой. Балалар. Қандай құс ол? Үй құстары және үйрек дала құстарына да жатады екен, отыра ғой. Ал тағы кім көрсетеді дала құсын? Келе ғой. Ал көрсете ғой. Дала құсын, дала. Қандай құс бұл? Дұрыс таппаса ғой біздің. Бүркіт тағын көрсет, келе ғой. Дала құстарын көрсетейік балар. Дала құстары не? Дала құстары. Дала құстары. Тауық дала құсы ма балалар? Үй құстары. Тамаша. Ал кім дала құстарын көрсетеді? Келе ғой. Отыра ғой. Көрсете ғой. Дала құстары. Дала құстары қандай құс бар? Көрсете ғой. Қандай торғай? Суық торғай. Дұрыс айтасың. Ал енді келе ғой. Кездетеміз. Қандай торғай екен дауысы әдемі? Қандай торғай? Шым. Өте жақсы. Ал енді маған кім үй құстарын көрсетеді? Келе ғой. Көрсете ғой, үй құстарын көрсете ғой. Көрсете ғой, көрсет, үй құстары. Қандай құс? Тауық. Келе ғой. Жоқ, келе ғой. Үй құстарын көрсетеміз, келе ғой. Үй құстар. Тауық бар екен, тағы не бар екен? Үй құстарын ала ғой. Ар жақ шетіне тұр, апая. Көрсете ғой. Балаларға көрінсін. Қандай құс? Қаз, тамаша. Тағы қандай құстар үй құстарына жатады? Тағы кім көрсетеді үй құстар? Келе ғой. Қандай құс екен? Үй құстары. Мына жақта үй құстары бар екен, көрсете ғой. Үй құстары. Көрсете ғой. Қандай үй құстарын білесің? Көрсете ғой, мына жақтан көрсете былай бас. Көрсете ғой. Үйрек екен балалар, дұрыс айтасыңдар балалар. Сендер үй құстарында және дала құстарында біледі екесіңдер, е? Ал балалар, бүгін қандай ертегі оқыдық? Қандай ертегі? Орман дәрігері. Дұрыс айтады, орман дәрігері. Ертегіде қандай құстар кездесті? Ертегіде қандай құстар кездесті? Тоқылдақ және дұрыс айтады. Ақ көгершін кездесті, сосын кейін тоқылдақ кездесті. Тағы көмекке келмей қойған қандай құс еді? Қаттырақ айтайықшы, қандай құс? Сауысқан екен, дұрыс айтасыңдар балалар. Сауысқан келмей қойды, я көмекке? Дұрыс айтасыңдар, қолы тимей қалған екен. Ендеше балалар, бүгінгі оқу қызметін ұнады ма? Ендеше балалар, қазір менің қолымда мынау қандай түсті ма? Ал мынау қызыл түсті. Егер көңіл күйлерің көтеріңкі болса, қызыл түсті алманы жабыстырамыз. Кімнің көңіл күйі көтеріңкі? Кімге ұнамады, ол сары түстіні жабыстырады. Келістік па? Ендеше алмағашқа барып, алмамызды жабыстырайық. Мен істедім. Асықпаймыз. Міне балалар, міне алма бар, міне.